Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі лотос ши құрағын үйретемін. Ол үшін бізге ені 5 сантиметрден ақ және көк түсімізде мата түсі керек, және ені 3 сантиметрден ақ, қою көк мата түсі керек, және ені 5 сантиметрден осы ақ түсімізден 8 штук құрақ көзі қажет, және қою көк түсімізден 5 сантиметр құрақ көзінен бізге 8 штук қажет. Міне 5 құрақ ақ түсімізді аламыз, және қою көк 5 сантиметрімізді міндетті түрде құрақ басылғанда закрепке бересіздер. Енді қайтадан қою көк түсімізді тігеміз. Енді 3 сантиметр ақымызды осылай тігеміз. Ағында түгін қарап аламыз. Төменгі түгі бүйтіп төменге қарап тұру керек. Қайтадан ақ түсімізді тігеміз. Міне кішкентай бір немізді айналдырып шықтық бір қатарымызды. Қайтадан қою көк, ақ тіге береміз. Міне құрағымызды құрап шықтық. Өлшемі 15-15. Міне құрақ көзі бұлай. Енді осыдан бізге 8 штук қажет. Міне мен 8 штук шашынымды дайындап алдым. Енді келесі құрақты құраймыз. Ол үшін қою көк құрақ көзімізге бірінші 5 сантиметр ақ түсімізді тігеміз. Енді ақ түсімізді бұлай тігеміз. Енді 3 сантиметр қою көк түсімізді бұлай тігеміз. Және міндетті түрде құрақты тіккендеріңіз закрепке бересіздер. Құрақтарыңыз сөгіліп кетпейді.
Міне, бір немізді дайындадық. Енді осылай қылып тағы тігіп аламыз. Міне, құрағымызды құрап алдық. Бұның құрақ көзі темный көк. Міне, өлшемі 15-15. Және осыдан бізге 8 штук қажет. Міне, 8 штук құрағымыз дайындап алдық. Енді бұны сіздерге мына екі құрақтың разницалығын көрсетейін. Бұл жерде міне. Қараңыздар, мына жерде қою көк 5 сантиметрден, ал мынада ақ 5 сантиметрден. Қою көк 3 сантиметрден тігілген, мына жерде ақ 3 сантиметрден тігілген. Енді құрағымызды құрамыз. Міне, құрағымыздың алғашқы қатары осындай болады. Енді осыларды бастарын тігеміз, біріктіреміз. Осылай түседі. Енді осыларды екеуін бір-біріне біріктіреміз. Құрағымыздың алғашқы қатары осылай шықты. Міне, құрағымыздың екінші қатары осылай шықты. Атып кетпеңіздер. Міне, екінші қатарым осылай шықты. Енді мына қатарға қосып тастаймын. Міне, үшінші қатарымыз осылай болды. Енді осыларды біріктіреміз. Не? Осыны енді біріктіріп тастаймыз. Міне, үшінші қатарын тігіп шықтық. Енді төртінші қатарын дайындаймыз. Міне, төртінші қатарымыз дәл осындай болады. Енді осының бастарын біріктіріп тігіп аламыз. Міне, төртінші қатарымыз осылай болды. Енді осыларды біріктіреміз. Міне, құрағымызды құрап шықтық. Өлшемі 56-56. Осындай болып шықты. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.